Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, пайдалы салат дайындаймыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, өте аз ғана ингредиенттен өте дәмді, пайдалы салат дайындаймыз. Салатымызға фасоль және сәбіз салат, одан кейін қаймақ, одан кейін зелень, одан кейін қайнатылған тауық еті, осы ғана ингредиенттерді қосып өте дәмді салат дайындаймыз. Ал кеттік. Бірінші фасолімізді саламыз. Фасоліміздің үстіне петрушка, одан кейін көк пияз, одан кейін укропымызды қосып шығамыз. Және қайнатылған тауық етін тура осылай қолыңызбен ашып салатымызға қосып аламыз. Одан кейін дайын осындай сәбіз салатымызды қосамыз. Бұл сәбіз салат қосқан кезде салатымыз өте дәмді, керемет, пайдалы салат шығатынына мен сенімдімін. Оның үстіне аз ғана тұз себеміз. Болды, мінекей. Ең соңында 2 ас қасық майлыға өте аз қаймағымызды қосып, салатымызды жайменен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей барлығын толық араластырып болғаннан кейін, енді жақсылап тұрып кішкене тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін әдеттегідей өз отбасымызға немесе қонағымызға ақ дастарханға осындай әдемі тарелкаларға қойып, дастарханға ұсынамыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, пайдалы, аз ғана уақыт кетеді. Барлық ингредиенттер дайын болса, 1 ғана минуттың ішінде осындай дәмді салат шығаруыңызға болады. Ең соңында бетін осылай әдемі петрушкамен сәндеп қойсаңыздар да, дастарханда тәбетіңізді ашатыныңызға мен сенімдімін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз.